дін деген, жалпы дін туралы айтайын, дін ол адамның қалауы. Егер сен қаласаң, ол сенде болады. Егер қаламасаң болмайды. Бір ықылас деген сүре, сен қаласаң жаттап аласың, қаламасаң жаттай алмайсың. Аллах тағала бірақ біледі, кімге береді? Диванаға береді, болмаса базарда тұрған саудагерге береді, болмаса ең бай адамдарға береді. Сосын адамның тұла бойындағы тазалық дүниеге қарайды. Ол адам әбден сынақтан өтіп болғаннан кейін бір көп сынақтың ортасына қояды. Өйткені Аллах тағала өзі біледі, былыққа батырады, қайтадан сол былықтан алып шығады. Өйткені адам баласы, біз Аллах тағаланың бір жасап алған бір домалақ бір мәшік сияқтымыз, өзі біледі. Біз Аллахқа үкім жүргізе алмаймыз, Аллах бізге үкім жүргізеді. Неге сол сияқты Аллах тағала өзі біледі. Әбден оны сынайды, сынап болғанда, сынақтан өтсе, өзінің қалауын береді. Мысалы, например, арабша. Кейбір көп адамдар Құранды араб тілінде, араб әріпімен оқығанды көп аңсайды. Өйткені көп сұрақ қоюшылар көп қой. Раушан, Фатиханы мен 100 тоққанда неғып жаттай алмаймын деген сұрақтар көп келеді. Сынақ, сізге қалай жаттап алдың? Қалай білдің, мынаны қалай білдің дейді. Қараңыздар, енді 100 оқысаң, енді 100 тоққанда ұқпасаң, енді 101-ші оқысаңызшы. Мүмкін сен ұқып кетерсің. Адам деген үмітін үзбеу керек. Сосын адамның тұла бойының жас кезінен бастап, тұла бой етке сіңгеннен бастап, кейде мен ойлаймын, отырып ойлаймын, осы сұрақ қоюшылардан бастап, осы отырып өзім талқыға салып, өзімді сұрақ қойып, өзімнің жауап ала бастаймын. Жас кезінде анамның құрсағынан бастап сондай нәрсе өзі дайындайды-ау деп ойлаймын. Өйткені мен анамның құрсағында жатқан кезде, әкем өзі дінге кіріпті. Андай өзі тура жолға түсіп, Құдайды танып, отбасына оралған кез екен папамның. Балдарды қорғап, балдарды бағып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, өзі Аллахқа уысына ұстап тұрған кез екен. Сол кезде мен анамның құрсағында жатыппын. Ал әкем сол кезде Фатиха мен Ықыласты жаттап, бір тура жолға, ғылым ілімді дамытып, оны ісімен дәлелдеп, сондай пайда болған екен. Сол әкемде пайда болса, менің қанымда бар ғой нәрсе. Сондықтан да шығар, бірдеңені Фатиханы жаттасам, 5 рет оқысам жаттап алатынмын. Ықылас мен Фатиха жалпы жатталған жоқ, ол әкемнің оқып жүріп құлағымызға құйылды. Одан кейін Нас деген сүрені 10 рет жаттап алдым. Фалақ деген сүре бар, 20 рет оқып жаттап алдым. Нас деген сүрені Құранға кіріп жаттадым. Құранға арабшаға кіріп бара жаттадым. Бұның бәрі өте келе тәжуид деген, ол ілім деген өте көп нәрсе ғой, жалпы. Ілім деген өте көп нәрсе біле беретін болса. Бұл жерде енді мен айтатыным, жалпы есектің мына бір бетасыда есектің артына бүйтіп артып жіберетіміз. Есек бүйтіп арқасына барып, бүйтіп жаймелеп кете береді. Ілім сондай болмау керек. Жалпы алған ілім болмау керек. Ілімді қоғамға беру керек дейді. Қоғамға беру керек. Сонда оның жемісін жейді екенбіз. Оны сіңдіре білу, оның дәмін татқыза білу. Торттың бір өзің жеп алсаң, жеп болғаннан кейін торт тәтті екен деп қалай айтасың? Сендіре алмайсың ана торттың тәтті екенін. Оны жегізіп, ауыз тетіп, торт тәтті ма, тәтті емес па? Сол кезде олар көреді. Сол сияқты алған ілімнен оларға тәттілігін, дәмін көрсетіп отырамыз. Жалпы біз қазақ болғаннан кейін, біздің қазақ қағидамыз, біз өзіміз бір бос сөзбен емес, іс-әрекетімізбен көрсеткеніміз абзал. Оны дінде де айтады. Мұсылман негізінде өзінің адал ісіменен дәлелдейді. Өзінің жомарттығын, білімділігін, даналығын, отаншылы сүйетінін деп айтады мысалы. Сондай-ақ мен айтқым келеді, бұл жерде дін сенің қалауың. Сен қаласаң діншіл бола аласың, қаламасаң саған келмейді дауыл. Әр нәрсе
тазалықты қалайды. Тазалықты қалайды. Ол сені көреді, бақылайды, бақылап жүреді сені. Ана бір бандит ше, біреулерді аңдап жүреді ғой. Алысқа кетіп қалды ау деген кезде ана бандит үйіне түспей ма, ұры болып, үйін ұрлыққа түседі ғой, ұрлап. Ол да сол сияқты. Сен мына ортада сен тұрсың, сені бақылап бүйтіп жүреді. Сені бүйтіп бақылап жүреді. Бақылауын тоқтатпайды ол. Мәңгі бақылайды. Бақылап жүреді. Өлергенше бақылайды. Неге? Сондықтан да мен айтатыным осы, дін деген сенің қалауың. Сондықтан да біреуге ренжудің қажеті жоқ. Сен сондай болдың, ондай болдың деп негізінде айтып, ренжіп, оған энергияң тауысып, оған шаршап шалдығып, оның керегі жоқ. Айтатын едім, біреу үшін шаршама, шалдықпа деп. Комплекс бол, жан-жақты бол. Өлеңді де жатта, әнді де жатта, биді де биле, балаңды қара, енеңе де қара, күйеуіңе де қара. Сондықтан да ана адам қандай бір тақырып айтып тұратын болса, сол тақырыпқа сен де әрі қарай жалғастырып, сол адаммен адам бола аласың. Ана адаммен сенің жан дүниең үйлесіп тұрады. Сен бүйтіп тұрасың, ана адам бір өзінше бір бизнес туралы айтып тұрса, сен мына жақтағы бір өзіңше бір кішкентай балаңның бір сабағын ойлап тұратын болсаң, үйлеспей қоятын да сол. Ескеру керек және елу керек. Бұл адам не айтып тұр деп бір сәт, кішкене бір сәт тыңдау керек, құлақ салу керек. Тыңдаушы бар болса, айтушы бар ғой, негізі айтушы болса, тыңдаушы бар. Сөз атасы құлақ деп айтпай ма? Сол сияқты мінекей бұл жерде комплекс болу керек, жан-жақты болу керек. 5 уақыт намазыңды да оқы, атаңды да, енеңді де бақ, балаңды ту, балаңды қара, қоғамға да пайдаңды жөндет. Айтатын жерде ұрыспа, бірақ даналықпенен жауап беруге тырыс. Егер даналықпенен жауап бере алмай, қолынан келмей жататын болса, даналықпен айналысатын адамдар бар. Болмаса кітап бар, соған жүгінесің. Көмек келеді бәрібір. Сенің қалауың ғой, сен қаласаң, барлық нәрсе саған болады. Тіл жылдам, білесіздер, тіл жылдам. Тілімізбен талай нәрсені өлтіріп, талай нәрсені шап тастаймыз. Сондықтан да қазақта айтады, тілді аңдап, аяқты байқап дейді. Бұл тіл өзі зәріден де ащы нәрсе, бірақ тілі бардың тілегі бар. Шын сен қаласаң, барлығы нәрседе болады. Бірақ адам өте ұлық. Аллах тағала барлығының тілін алып қойғанда, адамның ғана тілін алмаған. Осы дүниеде біз сөйлей аламыз, бірақ ертең біз көрімізге бейт жатқызып, үстімізге құмды төсеп, зираттап кеткен кезде біз уже сөйлемейміз. Аллах тағала бізде уже сөйлеу қабілетімізді алып қояды. Сол кезде біз қиналамыз. Ол кезде басқа жеріміздің барлығы сөйлейді, көз, қас сөйлейді. Бірақ оған дейін біз сөйлей аламыз. Бірақ сөйлей алады екенбіз деп, тілдің де өзін дұрыстап пайдалану керек. Осы тілменен талай таяқ жедік. Бірақ негізінде осы көп қиыншылықты көрген тіл, сол тілден әдемі пәтуасы бар сөздер шығады. Өйткені бұл қиыншылықтан өтті, қиыншылыққа кірді, қиыншылықтан өтті, ізденді, таяқта жеді. Соңында бұл тіл білді, қай жерде қалай сөйлейтінін, қай жерде кімге не айту керек, кімге не айтпау керек. Соның бәрін бұл тіл біледі. Демек, бұл тіл біздің миымыздан да, жүрегімізден де ақылды. Неге көрдіңіздер ме? Сіздерге Алла қуат берсін.